Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Абай облысында жол апатынан жүргізуші қаза тапты. Жүргізуші алған дене жарақатынан жедел жәрдем келгенге дейін оқиға орнында қаза тапты. Абай облысында жол апатынан жүргізуші қаза тапты. Полиция.kz. Абай облысында көлікке арналған арнайы арқанның үзіліп кетуі салдарынан жүргізуші ажал құшты деп хабарлайды Түркістан.kz. Полиция.kz сайтына сілтеме жасап. Алдын ала мәліметтер бойынша қайғылы оқиға Омбы Мақапшағай тас жолының 199 шақырымында сағат 01:00 шамасында болған. Mitsubishi Montero көлігінің 26 жастағы жүргізушісі Жарма ауданы Қалбатау ауылына қарай келе жатып, 27 жастағы ер адамның басқаруындағы Toyota Estima автокөлігін арнайы арқанмен сүйреген. Жол бойында арқан үзіліп, салдарынан көлік аударылып кетті. Жол көлік оқиғасы салдарынан 27 жастағы Toyota Estima жүргізушісі алған дене жарақатынан жедел жәрдем келгенге дейін оқиға орнында ажал құшты делінген хабарламада. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Абай облысы полиция департаменті жүргізушілерге Қазақстан Республикасы жол қозғалысы ережелерінің 25 бөлімі 3/5 бөлігіне сәйкес, егер оның нақты массасы сүйреткіш көлік құралының нақты массасының жартысынан асса, жұмыс істемейтін тежегіш жүйесі бар көлік құралын сүйретуге тыйым салынатынын еске салды. Нақты салмақ аз болған кезде мұндай көлікті сүйретуге тек қатты тіркемеде немесе ішінара тиеу әдісімен ғана жол беріледі. Қыс мезгілінде көктайғаққа икемді ілініспен сүйреуге мүлдем тыйым салынады. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып келулеріңізді сұраймыз.